Сәлем оқушылар, химиядан плюс 1 балл. Бүгін шығым есебін шығарып көрейік. Массасы 20 грамм темір оксидін көміртекпен тотсыздандырған кезде массасы 67,2 грамм темір түзілді. Темірдің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымын есептеуіміз керек. Алдымен реакцияны жазып алайық. Феррум 2O3 қосылған көміртек. Сол кезде бізде шығады темірдің өзі және көміртектің моноксиді түзіледі. Алдына 2 қоямыз, оттекке 3 қоямыз, көміртекке 3 қоямыз. Енді айтады бізде 120 грамм темір оксиді дейді. Значит, біздің оксидіміз 120 грамм. Астында молярлық массаны жазамыз. Ол бізде 160 грамм на моль. Одан кейін массасы 67,2 грамм темір түзілді деп, яғни өнімде ақпарат берілген болса, ол бізде масса практика болады, әрдайым. Екінші масса теорияны біз всегда реакция арқылы анықтаймыз. Яғни темірді біз алдымен тауып алуымыз қажет. Асты 112 грамм на моль болады. X анықтаймыз. Сонда X тең пропорция құрамыз. 120-ны көбейтеміз 112-ге, бөлеміз 160-ға. Сонда бізде шығады 84 грамм. Одан кейін мына жерде шығымның формуласы, яғни шығым табу үшін бізде практиканы теорияға бөлуіміз қажет екен. Сонда 67-те 2 граммды бөлеміз 84 граммға, көбейтілген 100%. Сонда бізде шығады 80% екен. Сонда теориялық мүмкіндікпен салыстырған кездегі пайызымыз 80% екен. Пайдалы болса достарымызбен бөлісеміз. Рахмет.